Армысыздар ағайын. Аяқталғалы отырған аптаның негізгі оқиғаларын сараптайтын апта маңызды ақпараттық сараптамалық бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен аңдатпа. Алматы облысының делегациясы арнайы сапармен Қытай Халық Республикасында болды. Парламенттің қос палатасының отырысында Алатау қаласының арнайы статусы жөніндегі заң жобасы екінші оқылымнан қабылданды. Елімізде қорғаныс министрінің бұйрығына сәйкес 18 бен 27 жас аралықтарындағы жастар әскерге шақырылып жатыр. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев бастаған облыс делегациясы Қытай Халық Республикасында болып қайтты. Делегация мүшелері сапар аясында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және сауда-экономикалық байланыстарды нығайту жөніндегі келісімдерге қол жеткізді. Сонымен қатар өндіріс, логистика, ауыл шаруашылығы және туризм салаларында бірлескен жобаларды жүзеге асыру жөніндегі келісімдер де бар. Бұл облысымызда инвестиция әлеуетін арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Алматы облысы Қытай Халық Республикасымен тікелей шектеседі. Бұл сауда, логистика, өнеркәсіп және трансшекаралық жобалар үшін қолайлы. Соңғы 3 жылда Алматы облысы мен Қытай арасындағы тауар айналымы 1 миллиард ақш долларынан асты. Бүгінгі таңда облыста Қытай капиталының қатысуымен 143 кәсіпорын жұмыс істейді. Логистикадан бастап өнеркәсіп саласындағы ірі жобалар қолға алынған. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев. Облыс делегациясының көрші елге жасаған сапарынан әзірлеген тілшіміздің репортажына назар аударыңыздар. Ауыл шаруашылығын әртараптандыру мен өнім сапасын арттыру, сөйтіп шаруалар табысын еселеп, өңір экономикасын көтеру аймақ басшысы алға қойған басты бағыттардың бірі. Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиев Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесіндегі сапарында осы салаға басты басымдық берді. Көздегені заманауи технологиямен шаруашылығын шалқытып отырған шығыс көршінің озық тәжірибесін елге тарту. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев бастаған арнайы делегация әуелі Санжы қаласында орналасқан Құяр компаниясына аялдады. Бұл компания егістікке қажетті әр түрлі тыңайтқыш өнімдерін өндіретін Қытайдағы жетекші кәсіпорындардың бірі саналады. Қазір арнайы топ мұндағы жалпы жұмыс барысымен жан-жақты танысуда. Бұл өнеркәсіп егістікке қажетті минералды және химиялық тыңайтқыш түрлерін молынан өндірумен қатар қажетті құралы жабдықтарды да шығарады. Олар өндірген заманауи құрылғылар мен іргелі техникалар Қытай ішінен бөлек алыс жуық шетелдерде де үлкен сұранысқа ие. Мысалы, біздің тыңайтқыштан бір жылында 1 миллион 200 мыңдай тоннадай сондай шығарамыз. Ал біздің тыңайтқыш беру машинамыздан жылында 4 мың, оның кейін парасат шар клапанымыздан бір жылында 1 миллион 200 сондай шығарамыз. Біздің компанияның дәрежесі осы ауыл шаруашылық техникалық дәрежені есептегенде біздің Қытай бойынша ең бірінші, екіншіде деп ойласаңыз болады. Делегация өкілдері осы қалада орналасқан Сяосу деп аталатын томат зауытымен, сондай-ақ сапалы дәнді дақыл тұқымдарымен айналысатын Дзюсеххаб серіктестігі жұмысымен де танысты. Бірі томат өнімдерінің 400-ге жуық түрін шығарып, әлемнің 12 еліне экспорттайды. Ал екіншісі 35 мың гектар аумаққа мақта, бидай, жүгері сынды дәнді дақылдардың жоғары сападағы сорттарын сұрыптап, тұқымдық бағытта ұсынып отыр. Осы қос бірдей серіктестікпен Алматы облысы ауыл шаруашылығы басқармасы ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Біздің енді шикізат жағымыз бар, енді шикізат сол енді өңдеу технологияларын көрсету, сол өңдеу технологиясы бойынша осы біздің тауар өндірушілерге таныстыру болып тұр. Біздегі шикізатпен бірлесіп, осы жаңа технологиямен бірлесіп жұмыс жасауға дайынбыз. Егістіктің қаны су, тәні құнарлы топырақ болса, жаны сапалы тұқым. Ал дәнді дақылдар тұқымы елге көбінде алыс жуық шетелдерден келеді. Алматы облысында жүгері өндірісін өркендетіп отырған Әсем Қалжат серіктестігі 2 жылдан бері осы компанияның тұқымын пайдаланып жүр. Америкадан арбалағанша, Қытайдан дорбалаған тиімді дейді. Өнім біресек артқан. Фермер алдағы уақытта тағы осы сапалы сортты жалғасты пайдалануға ниетті. Өздеріміз алып кейінгі 2 жылда егіп жатырмыз, жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Алдыңғы аудандастырылған тұқым сорттары 15 тоннадан 22 тоннаға дейін сондай нәтиже көрсетіп жатыр. Енді ақырында бұл тұқым шаруашылығына көштік деп жатырмыз. Жаңағы родительский форм кукуруза. Бұларды уже жақсы дамып кеткен. Бір жүгерінің өзінен 166 сорт шығарады екен. Міне әзір тұрған компаниямыз.
енді үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Осыдан кейін құрамында 4 ірі компания жұмыс істейтін Шыңжаң халықаралық құрғақ порт логистикалық холдингі мен Алматы облысы арасында ынтымақтастық меморандумы жасалды. 2 жылға созылған екі жақты келіссөздер нәтижесінде Алматы облысында іргелі логистикалық кешен салынбақ. Жалпы жоба құны $270 миллион. Бір жол, бір белдеу жобасы аясында жүзеге асқан бұл бастама болашақта бір терезе қағидат арқылы қызмет көрсетеді. Нақты айтқанда автомобиль және темір жол трансферті, сондай-ақ әуе тасымалын қамтиды. Бірлескен жоба жүзеге асқанда Боралда елді мекенінде кез келген жүкті әлемнің түпкір-түпкіріне жылдам жеткізетін өңіріміздегі тұңғыш құрғақ порт жұмыс бастамақ. Ол Алматы облысының өндіретін ауыл шаруашылық өнімдерін экспортқа шығаруға өте тиімді бағамен тез арада сапалы жеткізіп беру негізгі мақсат. Сол сияқты Қытай тарапына да келетін Қазақстанға сельхоз техника дейді, ауыл шаруашылық техникасын, басқа да құрал машиностроенияны тез жеткізу мақсатында құрылып жатыр. Бұған қоса арнайы топ Шыңжаң ауыл шаруашылығы техникалары зауытын аралап көрді. Мұнда соңғы үлгідегі трактор комбайндардың сан түрі тапсырысқа сай құрастырылады. Сондай-ақ тиімді бағада сатылады. Оған қоса делегация өңірдегі ең үлкен жеміс-жидек өсіру және кептіріп өңдеу өнеркәсібі жұмысымен де танысты. Аймақ басшысы қажет болса, салада өзара тәжірибе алмасып, білек біріктіріп жұмыс істеуге ниетті екенін айтты. Үрімжі қаласында орналасқан жоғарғы оқу орындарында биыл Алматы облысы әкімінің грантын еншілеген 27 студент білім алуда. Кезекті сапар аясында аймақ басшысы Марат Сұлтанғазиев әне сондай беделді жоғары оқу орындарының бірі Шинжаң медициналық университетіне арнайы ат басын бұрып, өңірімізден шығып осында білім алып жатқан білімгерлермен де арнайы кездесіп, хал жағдайларын сұрап білді. Аталмыш жоғарғы оқу орнында қазақстандық 66 шәкірт әртүрлі мамандықтар бойынша тәлім алады. Арнайы топ жастардың оқу үлгерімімен қатар тұрмыстық жағдайларында сұрап білді. Жат жер болса да еш қиындық көріп жүрген жоқпыз деген білімгерлер экономикасы дамыған алып елде алаңсыз білім алуға қолайлы мүмкіндік алғандарына ризашылықтарын жеткізді. Алматы облысы Қонаев қаласындамын. Сол Алматы облысы әкімінің гранты бойынша білім алудамын. Мен ойымша бұл грант тек қаржылай қолдау ғана емес, сонымен қатар жастар үшін сапалы білім алуға және болашақта мақсаттарына қол жеткізудің бір мүмкіндігі деп ойлаймын. Шинжаң қаржы және экономика университетінде оқып жатырмын. Бұл университет маған өте ұнайды, себебі өзім экономика, бизнес жағынан қызығушылығым бар. Мен Алматы облысы еңбекші қазақ ауданынан келдім. Бірінші жыл оқып жатырмын. Болашақта осы Қазақстандағы ауыл шаруашылық кәсібін дамыту менің басты мақсатым. Тұрмыстық жағдай бойынша бәрі жақсы, бүкіл жағдай жасалынған. Бізге осындай мүмкіндік беріп отырған Алматы облысы әкіміне үлкен алғысым шексіз. Өткен жылы Қытай Халық Республикасының Шыңжаң университетіне өңірімізден іріктелген 12 түлек тегін білім алуға аттанған болса, биыл осы қаладағы жоғарғы оқу орындарына тағы 27 студент келіп түсті. Ал келесі оқу жылы облыс әкімінің қолдауымен Шыңжаң университетіне 30, Синхай провинциясына 10, сондай-ақ Шандун университетіне тағы 5 түлекке тегін білім алу гранты берілмек. Үрімжідегі студенттермен кездескен аймақ басшысы бұл гранттар тек тегін білім алып, білікті маман атану ғана емес, ел болашағы жастарға салынған үлкен инвестиция екенін атап өтті. Туған жерде сіздерді ауқымды жұмыспен зор мүмкіндіктер күтіп тұр. Бүгінде Алматы облысында Қытай капиталының қатысуымен бізде 143 компания жұмыс жасайды. Сонымен қатар өңірімізде академиялық және ғылыми қалашық қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Жоба аясында еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының және Қытай Халық Республикасының ірі университеттерінің филиалдарын ашуда олда жоспарлануда. Бұл нысандар Қытай тілін жетік меңгерген, заманауи технологиялар мен халықаралық менеджментті игерген кәсіби мамандарды қажет етеді деп ойлаймын. Сондықтан сапалы білім алып, бәсекеге қабілетті болу ол бүгінгі уақыттың талабы. Туған елден келген делегацияны жылы жүзбен қарсы алған қазақ жастары өз қуаныштарын жасырмады, ел ағаларымен қимай қоштасты. Осыдан кейін Марат Елеусізұлы Шыңжаң Уйғыр автономиялы өлкесінің төрағасы Еркін Туниязбен жүздесіп, қос өңір арасындағы әріптестік серіктестікті нығайту жолдарын талқылады. Орайлы сәтте аймақ басшысы жергілікті телеарна тілшілерін де қабылдап, арнайы сұхбат берді. Ал делегация сапары әрі қарай
Сиян қаласында жалғасты. Жалпы бұл жолы қос тарап арасында 15-тен аса ынтымақтастық меморандумға қол қойылып, әр салада тиісті келісімдер жасалды. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, арнайы аптамаңызда. Делегация құрамында облыстық басқарма басшылары, аудан әкімдері, кәсіпкерлер мен мекеме жетекшілері болды. Біз студиямызға белгілі кәсіпкер Сыдық Әбуұлы Дәулет мырзаны арнайы шақырған едік. Сұхбатқа назар аударыңыздар. Сыдық Әбуұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кеше ғана Қытай сапарынан келдіңіздер. Облыс делегациясының арнайы сапары болды. Осы сапар барысында көптеген құжаттарға қол қойылып, ол жалпы құны 1 триллион тұратын теңгенің құнына 24 келісімге қол қойылған екен. Жалпы бұл енді құжаттардың Алматы облысы үшін маңыздылығы қандай? Кешегі Алматы облысының құрамында делегат болып сапарда болдым. Бұл Үрімші қаласынан басталған сапар Сиянға дейін жалғасты. Үрімшіде көптеген өнеркәсіп орындарын, оның ішінде тәжірибе алмасу ғой. Сосын мынау облысымызға инвестиция тарту мәселесінде барып көптеген келісім шарттар болды. Жаңа өзіңіз айтқандай меморандумдарға қол қойылды. Содан біздің Алматы облысының жастары Үрімшідегі медициналық университетте білім алып жатыр. Соның жатақханасын көрдік. Қал жағдайларын білдік, оқу процестеріменен таныстық. Өте жақсы, балдарымыз көңілді, білімі жоғары, қарындары тоқ дегендей өз көзімізбенен көріп, ол біздің жастарымызға да үлкен мотивация, артынан іздеуі бар, құр жіберіп салмай, артынан барып, оны көріп, сол университеттің басшыларыменен кездестік. Үлкен жиын болды, біздің жастарымыз сөз сөйледі онда. Соныменен жақсы көзімізбенен көріп, Алматы облысының грантпен оқып отқан жастарын көріп келдік. Кейінгі сапарымыз біздің Сиянда жалғасты. Сиянда қала басшысы Жау мырза бізді қабылдады. Жау Иде деген кісі. Оның алдында ол жерде де көптеген заводтарда, фабрикаларда, көлік құрастыратын заводтарында, басқа да үлкен трансформатор шығаратын заводтарында болып, облысымызға қажет тәжірибе алмасып араластық. Сосын бізде осы облысымызда келіп жұмыс істеуге шақырдық. Дұрыс айтасыз, енді инвестиция қояды ғой. Жалпы неге осы қытайлықтар Алматы облысына инвестиция құюға қызығушылық танытып отыр? Енді 9 жолдың торауы демекші, біз шекараға жақын орналасқан өте ыңғайлы. Барлық сол Қытай Халық Республикасынан өткен товар болсын, басқа нәрсе болсын, осы көбі осы Алматы облысының үстіменен өтеді. Сондықтан оларға қандай да бір кәсіп ашуға ыңғайлы, одан біздің арнайы ертең Алатау қаласына мәртебе беріліп отыр. Ата заң бойынша арнайы сол жерден кәсіп орындар ашуға, басқа да инвестиция құюға осындай әңгімелер болды. Қызығушылық өте жоғары, себебі қазір келіп кәсіп ашам дегенге, бірлесіп жұмыс ашам дегенге мемлекетіміз, Алматы облысының басшысы Марат Елеусізұлы бәріне дайын екенін, көмек үшін беретінін айтты. Ал енді сол бізді Сиян қаласында Қазақстан Республикасының бас консулы Жошықан Қыраубаев бізді қарсы алды, аэропорттан бастап. Сол жерде 120-ға жақын кәсіпкерлердің басын қосып үлкен бизнес форум болды. Ол форумда маған сөз берілді. Себебі мен соңғы 5 жылда осы түйе сүтін экспорттаушымын. Сол Қытай еліне, соның ішінде Сиян бар, Пекин, Шанхай. Ол жерде мені жылы қабылдады, жақсы қабылдады. Ол форумдан кейін бірнеше кәсіп орындар бірлесіп жұмыс істейтін, болмаса біздің осы дайын өнімді алуға қызығушылық танытты, оларменен келіссөздер жүрді. Одан басқа бас консулдың айтуы бойынша қала басшысының қолдауыменен мен сол Сиян қаласынан осы түйе сүтін сататын сауда орнын ашатын болып келісіп қайттық.
оған жан-жақты консулдықтан, елшіліктен көмек үшін беретін болып, ал анау қала басшылары маған сол арнайы түйе сүтіне сертификат беретін болып, Қытай сертификатын беретін болып шешілді. Сондықтан мынау мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы рахмет, мынау екі елдің достығы, бір жол, бір белдеу аясында, мынау соңғы 3 жылда менің өзім 3 рет барыппын. Енді бұл тек жай қыдырып бару емес, бәріміз де содан нәтиже шығаруымыз керек. Мен алдағы уақытта осы Қытайдан алған тәжірибемді тамшылатып суару, мынау шикізаттан ет болсын, сүт болсын, жүн болсын, қазірде бар менде, бірақ ол мынау конкурент способный емес. Сондықтан біз алдағы уақытта құны 30 миллиард болатын теңгеменен инвестиция салып, түйенің кластерін жасамақшымыз. Ол үшін әрине Европа, осы Қытай технологиясын тартамыз. Соған бірлесіп істеуге, әріптестер тартуға, кешегі форумда сөйлеген сөзімді олар жақсы қабылдады. Себебі технология Қытай Халық Республикасында өте дамып кеткен, қала дамып кеткен, бірақ менің айтқаным, сол технологияны дамытып отқан халықтың, жас ұрпағымыздың денсаулығында ойлау керек. Бізде табиғи өнімдер бар. Ол ет болсын, сүт болсын, дәнді дақылдар, бидай болсын. Сондықтан біздің жеріміз үлкен деп мақтанамыз. Әрине осы кезге дейін бізді ата-бабаларымыз жер үсті байлығыменен асырап келді. Сапарымыз сәтті болды деп ойлаймын. Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлына көп-көп рахмет. Бірақ жаңа айттым сөзімнің басында, бұл жай қыдыру емес. Осыдан нәтиже шығарып, егін ексекте мына су үнемдеу технологиясыменен жаңа технологияларда келіп, шикізаттан сүтті, етті, жүнді осы ары қарай үлкен терең өңдеп, кешенді түрде экспортқа шығару. Мен өткенде Астанадағы форумда да, мынау мәслихаттың форумында айтқан сөзімде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына айттым. Осы үлкен жаңағы өндіріс орындары, сол ауылды елді мекендерді ашылып атса, оның айналасы 100 шақырым елді мекендер. Мен сүт қабылдасам, ет қабылдасам, жүнін қабылдасам, болмаса жаңағы жүгерінің жаңағы дәндерін қабылдайтын болсам, онда жаппай халықты аяғына тұрады, қал жағдайы, халықтың әлеуметі де көтеріледі деген ойдамын. Сондықтан ол ауылымызды көтермей, қаланы көтеру қиын, себебі барлық ішпек, жемек бәрі сол ауылдан келіп отыр. Сондықтан біздің мысалы кеше сапарларда көп адамдар енді қалаға шоғырланған, ауыл деген мәселелер аз сияқты. Бізде Алматы облысында көбіне сол 70-80%-ға дейін ауылда тұрады. Сондықтан ауылдан жаңа жұмыс орындарын ашу, жаңа завод фабрикалары ашу, тек ол завод фабрикалар бәсекеге қабілетті болу керек. Сондықтан осы іс-сапардан нәтиже шығарамыз деп мен сендіремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұрыс айтасыз, көп рахмет. Жалпы сапар сәтті аяқталды дейсіз ғой? Сапар өте сәтті аяқталды. Жылдан жылға өте жақсы. Мынау екі елдің достығы, мынау екі елдің басшыларының салып берген мынау жібек жолы, бір жол, бір белдеу. Осының аясында ынтымақтастықта кәсіпкерлікті бірге дамытып, туризм бар. Мысалы, бізде агротуризм де бар. Алматы облысының табиғаты, ауыл шаруашылығы болсын. Ал мысалы біздің Ақшиге түйені көруге келеді. Сол сияқты бұл туризм. Мен енді туризмнен түскен ақшаның дәмін татқан адамын. Ол енді біз ойлаймыз, біз енді өте қиын жағдайда мал бағып өсіріп табыс табамыз ғой. Ал туризм деген өте бір жақсы. Бірақ соған дұрыс сервис жасап, дұрыс қызмет қылатын болсақ, енді соның бірі кешегі меморандумда, мысалы біз өткен жылы барғанда үлкен жылқы туризмдерін көргенбіз. Жаңа атпенен әртүрлі өнерлер көрсетеді. Міне сол компанияларда келіп, бізге сондай жаңағы туризмді дамытуға көмектеспекші. Бір қол қойғанның менің есімде қалғаны ауыл шаруашылығынан. Ал жалпы мынау үлкен технология менен үлкен завод фабрикалар келеді деген үміттеміз. Сыдық Әбуұлы, уақыт тауып келгеніңіз үшін көп рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің студиямызда болған Сыдық Әбуұлы Дәулетов мырза.
Тігішақ, Қаскелен, Дала Эч инновациялық паркі, Джеки Чан. Бүгін мұнда киноиндустрияның майталмандары жиналды. Бұл тарихи сәт. Елде халықаралық деңгейдегі кино өндірісті дамытуға бағытталған жаңа кезең басталды. Алматы облысында кинопавильон құрылысының капсула салу рәсімі өтті. Шараға өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев қатысты. Қазіргі заман ақыл ой мен таланттың, озық технология мен жаңа идеялардың дәуірі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев креативті экономиканы дамыту арқылы ел дамуының жаңа көкжиегін ашуды стратегиялық міндет ретінде айқындаған болатын. Бүгінгі шара осы бағыттың нақты жемісі бүкіл республика игілігіне бағытталған батыл қадам. Шара барысында Джеки Чанның продюсері Эсмонд Рен, Дала Эйч және Сәлем Entertainment өкілдері жобаның болашағы зор екенін жеткізді. Ал әлемге әйгілі актер Джеки Чан видео байланысы арқылы қосылып, бастаманы қолдайтынын айтты. Болашақта Алматы облысында Доспехи Бога ультиматум фильмі түсіріледі. Джеки Чан қазақстандық режиссер Роберт Кунмен жұмыс істейтін болады. Түсірілім биыл көктемде басталады дейді режиссер. Бұл жобаға үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Бұл жай ғана фильм емес. Біз командамен бірге жеткен мақсатымыз. Біз бұл серіктестікке өте қуаныштымыз және ниетіміз, еңбегіміз ақталса екен деп ойлаймын. Ауданда бастау алған кино-павильон құрылысы биыл жазда аяқталады деп жоспарланып отыр. Жобаға 5 миллион ақш доллары қарастырылған. Бастама отандық кино өндірісінің жаңа деңгейге шығуына серпін бермек. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, парламент палаталарының отырысында Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы конституциялық заң жобасы екінші оқылымнан қабылданды. Құжатқа сәйкес қалада озық халықаралық технополистер үлгісіндегі арнайы экономикалық құқық режимі енгізілді. Конституциялық заң қол қою үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа жолданды. Аталмыш құжат мемлекет басшысы айқындаған тәсілдер мен қағидаттарға негізделген. Оның негізгі мақсаты Алатау қаласының жедел және тұрақты дамуына жағдай жасау. Арнаулы мәртебеге ие болған Алатау қаласында жол, газ, интернет және тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту бойынша жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Тілшіміз толықтырады. Алатау қаласы даму жолында. Қалада инфрақұрылымды жетілдіру жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылып жатыр. Тұрғын үй құрылысы да қарқын алған. Өткен жылы шаһарда 150 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілсе, биыл тағы 10 мың шаршы метр тұрғын үйді тапсыру көзделген. Жаңа ықшам аудандар бой көтеріп, қала келбеті күн санап жаңарып келеді. Как и все жители этого города. Біз қала тұрғындары болашақта барлығы өз орнына келіп, жағдайлар әдеттегідей қалыпқа түссе деп қалаймыз. Қаланың тұрғындары салықтарын төлеп, қажетті сақтандыруларын жасайды. Бұрын кейбір артықшылықтар болғанында еске аламыз. Енді бәрі әділ және дұрыс болуы тиіс деп ойлаймыз. Жол жөндеу, газдандыру, ауыз су жүйесін жаңғырту мен цифрлық технологияларды енгізу негізгі басым бағыттардың қатарында. Биыл қала аумағында 40 шақырымнан астам жолға орташа жөндеу жүргізу жоспарланған. Әзірге күрделі жөндеу қарастырылмағанымен, қосымша қаржы бөлінген жағдайда жолдарды тегістеу, жиектерін бекіту, жол белгілері мен сызықтарын жаңарту жұмыстары қолға алынуы мүмкін. Суы бар, светіміз бар, қыста жаурап екі аяғымызды бір қалтаға салып отырған жоқпыз, Аллаға шүкір. Бірақ енді шыны керек, кішкене бір жұмыс мәселе жайлы, сонысы кішкене қинаңқырайды. Мынау барып келу, сол автобус, осы жерден автобус мереке дейін ғана барады, одан арай бармайды. Қаладағы коммуналдық инфрақұрылымда назардан тыс емес. Қазіргі таңда 12 шағын ауданның 10-ы табиғи газға қосылған. Ауыз су мәселесі де шешіліп жатыр. Қазір Алатау толық орталықтандырылған жүйеге қосылғанымен, сумен қамту деңгейі 86%-дан асады. Цифрлық инфрақұрылым саласында да ілгерілеу бар. Қала аумағы толықтай 3G және 4G байланыспен қамтылған. Ал жаңа технологияларға көшу бағытында нақты қадамдар бар. Сонымен қатар заманауи көп функциялы бағандар орнату арқылы байланыс сапасын арттыру және қауіпсіздік жүйелерін жетілдіру жоспарда. Естігіміз осы келешекте көсе жақсы болады. Осы жердің бәрін келешегі бар. Шетелмен байланыста барлық мәселе салынады. Халықтарға жағдай жасалынады деп. Жақсы больница болса біздерге, үлкен адамдарға көбіне. Келешекте сол сапалы балаларға мектеп ашылады деп жатыр. Оның бәрі мектеп салынып жатыр. Ашылады деп жатыр ғой, Алла берсе. Жақсы жаңарай берсе дейміз енді. Бұл қала жолдың үсті, 9 жолдың торабы өте ыңғайлы жер ғой. Қаладан тыс кәдімгі курортта жүрген дейміз бұл жерде.
Алатау қаласы енді ғана дамудың бастапқы кезеңіне қадам басты. Бүгінде билік өкілдері оның болашағын айқындап, өңірдегі алғашқы толық цифрландырылған қалаға айналдыруды басты мақсат етіп отыр. Бұл тек технологиялық жаңғыру ғана емес, сонымен қатар басқару жүйесі мен қала өмірінің барлық саласын заманауи деңгейге көтеруді көздейтін ауқымды жоба. Аружан Мұратқызы, Бекжан Кенжебай, Абылай Құттықбай, арнайы Аптамаңызды үшін. Қазақстанда зейнетке шығу жүйесін өзгерту ұсынылды. Қазинформ агенттігінің хабарлауынша, сенатор Амангелді Нұғыманов премьер-министр Олжас Бектеновке осы бойынша депутаттық сауал жолдады. Депутат адам жасына байланысты зейнетақыны тағайындау үлгісінен еңбек өтіліне негізделген жүйеге кезең-кезеңмен көшуді қарастыруды орынды деп санайды. Бұл ретте азаматтарға осы шешім үшін экономикалық жауапкершілікті өзіне ала отырып, қажет еңбек өтіліне жеткеннен кейін зейнетке шығу сәтін дербес айқындау құқығы берілуі мүмкін. Бұл реформаны іске асырудағы күтілетін нәтиже жұмыссыздық деңгейін төмендету, масылдық көзқарасты қысқарту мен енжарлықты ынталандырмау және мерзімінен бұрын экономикалық белсенділіктен негізсіз шығуды болдырмау мен азаматтардың еңбекке жауапкершілікпен қарауын қалыптастыру. Сондай-ақ мемлекеттік бюджетпен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ауыртпалықты азайту есебінен зейнетақы жүйесінде ауқымды қаржы теңгерімділігін қамтамасыз ету болады. Сенатор Амангелді Нұғыманов. Бұдан бөлек сенатор зейнетақы заңнамасындағы олқылыққа мүгедектік белгіленбей денсаулық жағдайы бойынша мерзімнен бұрын зейнетке шығу тетігінің болмауын атап өтті. Оның сөзінше қазіргі жүйе үстірт түрде мүгедекті тануға бағытталған және созылмалы кәсіптік және өршіп бара жатқан ауруы бар азаматтар ауқымын қамтымайды. Бұл олардың еңбекке қабілеттігін іс жүзінде шектейді. 2035 жылға қарай инновациялық өнімдердің үлесін жалпы ішкі өнімнің 3%-на дейін ұлғайтуды қамтамасыз ету қажет. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов айтты. Өңір әкімдіктеріне ғылым мен инновацияларды қаржыландыруды кезең-кезеңмен ұлғайтып, оны 2029 жылға қарай жалпы өңірлік өнімнің кемінде 1%-на жеткізуді тапсырамын. 2035 жылға қарай инновациялық өнімдердің үлесін жалпы ішкі өнімнің 3%-на дейін ұлғайтуды қамтамасыз ету қажет. Ол үшін инновация саласында бірқатар жүйелі мәселелерді шешу керек. Соңғы жылдары бұл сала институционалдық жүйесіздік жағдайында дамып келеді. Өңірлер тарапынан өз бетінше жұмыс жүргізілмегені көрініп отыр. Сондай-ақ инновациялық жүйеге қатысушылар арасында басымдықтардың тым көп екендігі де байқалады. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес елімізде наурыздың 1-нен жастарды әскерге шақыру басталды. 4 айға созылатын осы кезеңде 18 бен 27 жас аралықтарындағы 17 мың азамат еліміздің қарулы күштерінің құрамын толтырады. Бұл науқан барысында әскерге шақырушылар арнайы комиссияның шешімі бойынша әскери бөлімдерге жіберіледі. Жас жауынгерлер алдымен ұлттық қауіпсіздік комитеті мен мемлекеттік қызмет күзеті бөлімшелерінің құрамын толтырады. Содан кейін қарулы күштер төтенше жағдайлар жөніндегі әскери бөлімшелерге аттанады. Қазір жергілікті жерлердегі барлық қорғаныс жөніндегі департаменттерде қарулы күштер адалдық алаңы атты жоба жұмыс істеуде. Жоба аясында қоғаммен кері байланыс орнату, ата-аналар мен жастар арасында түсіру жұмыстарын күшейтуге ерекше мән береді. Биыл Алматы облысынан 2000-ға жуық жастар отан қорғауға аттанады. Өңірдегі әскерге аттандыру қалай жүргізіліп жатқандығын біздің тілшіміз біліп қайтқан еді. Биыл көктемгі әскери шақыртуға 400-ге тарта жауынгер отан алдындағы борышын өтеуге келді. Қазір әскердегі өмір қызу, ал біз олардың алғашқы дайындығына кіріскен сәтіне дөп түстік. Әскер жайлы қоғамда түрлі пікір бар. Бұған елімізде болған кейбір жазатайым оқиғалар да әсер етеді. Соған қарамастан отан алдындағы борышын өтеуге ниетті жастар саны жыл сайын артып келеді. Тіпті жоғарғы оқу орнын тәмамдап келгендер де аз емес. Соның бірі Дінмұхамед Шайлин. Ол оқуын аяқтап 1 жыл бортсерік болды. 7 тілді меңгерген полиглот 4 тілде ана тілінде еркін сөйлейді. Бауыржан Момышұлы is a very brave, one of the bravest men for our. He's really respected. Өзге тілдің бәрі өз тілінде құрметте дегендей, тіл білмек әскери адамға да өте керек. Және де
кейін өзімнің бір үлесімді қосып келіп отырған жауынгерлерге ағылшын тілін және де басқа да шет тілін үйретуге бір үлесімді қосқым келіп отыр. Әскерге келуім себебім ер ел үшін дегенде қазақта сөз бар, және де мен арғы атам сол жуалда Бауыржан Момышұлы екеуі дос болып соғысқа бірге аттанған. Өзім батыр ата бабаларының жолымен елімді қорғап, жерімді сақтап, өзімнің тілімді сақтап, дінімді сақтап үшін осылай қызметке келіп отырмын. Жыл сайын шекара қызметінің қатары жас сарбаздармен толығады. Қарасай ауданындағы әскери бөлімде олар тек бастапқы дайындықтан өтіп қана қоймай, ел шебін күзетудің қыр-сырын меңгереді. Әскери міндетін аяқтаған соң кейбірі осы салада қалып, қызметін келісімшарт негізінде жалғастырады. Соның қатарында әскери лицейді жуырда тамамдаған Александр да бар. Қазақ тілін жетік игерген ол өмірін Қазақстанға қызмет етуге арнауды мақсат етеді. Кішкентай кезде ауылдан өскен болатын. Содан балалармен араласып, қарым-қатынаста болып, қазақ тілін жақсы меңгеріп алған болатын. Бізге бұрыннан бері мен жасұланда оқып жүргенде осындай әскери сабақтар жүргізілген болатын. Сол кезде жүрегіме тиген осы ең бірінші жаулар келсе Қазақстан жерін қорғайтын шекара қызметі болғаннан кейін Қазақстан Республикасы шекара қызметіне түскім келеді. Сарбаздардың күні таңғы сап пен тексерістен басталады. Одан кейін дене шынықтыру жасап, таңғы ас ішеді. Күні бойы олар әскери дайындықтан өтіп, түрлі жаттығулар арқылы шеберлігін шыңдайды. Түскі астан соң оқу жаттығулар қайта жалғасады. Кейін ой сергітіп кітап оқиды. Алғашқы әскери дайындықты меңгерген соң олар бір-бір маман иесі атанады. Біз қазір оқытып жатқанымыз бірінші мамандық Қазақстан Республикасының шекара қызметінің барлық бөлімдеріне аспазшы мамандарын оқытамыз, санитарлық нұсқаушы мамандарын оқытамыз, және де байланыс мамандарын оқытамыз. Келген кезден сарбаздардан біз сұхбаттар жүргіземіз, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстерін жеткіземіз. Әртүрлі жағдайда, қандай жағдайда, не болған жағдайда бас бостығынан айырылу, сондай қазіргі кезде ондай өте жоқ. Өйткені бұрын кезде мүмкін болған шығар, үлкен шақырылымдар, қазіргі кезде барлықтары бір шақырылым, үлкен призыв дегендер жоқ, сонымен қазір өздерімен өздері болады. Президент жарлығына сәйкес көктемгі шақыру 17 наурызда басталып 30 маусымға дейін жалғасады. Бұл кезеңде Алматы облысынан 18 бен 27 жас аралығындағы әскерден босатылмаған 1800-ден астам азаматты қатарға қосу жоспарда бар. Биылғы науқанның ерекшелігі процестің толықтай цифрлық жүйеге көшуі. Қорғаныс министрлігі енгізген смарт бөлімі жобасы әскери есепке алуды автоматтандырып, медтексеріс платформасы медициналық тексерудің ашық әрі әділ өтуін қадағалайды. Сондай-ақ сарбаздарға бірқатар әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған. Атап айтқанда, әскери қызметін аяқтаған жастар енді ұбт тапсырмай-ақ жоғарғы оқу орнына арнайы тесттен өтіп түсе алады. Өкінішке қарай бізде әскери қызметтен жалтаратын жас азаматтар бар. Әскерге шақыру туралы SMS хабарлама немесе егоф арқылы келген хабарландыру ресми шақырту болып саналады. Хабарлама алған азамат 3 күн ішінде жергілікті әскери басқару органына келуі тиіс. Себепсіз келмегендерге әкімшілік, ал әскерден жалтарғандарға қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Әскерде сарбаздар қару ұстауды, ұрыс тәсілдерін және сапта жүруді үйренеді. Олар тәртіпке бағынып, жауапкершілікті сезініп, дене шынықтырып, төзімділігін арттырады. Бірлесе әрекет етуге дағдыланып, қиын сәтте дұрыс шешім қабылдауды және алғашқы көмек көрсетуді меңгереді. Әскери қызмет олардың бойында елге деген сүйіспеншілік пен адалдықты қалыптастырады. Ақжан Анапия, Алмас Әбдешев, арнайы апта маңызды бағдарламасы үшін. Алматы облысы тауларында мекендейтін қар барысы биылғы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми тұмар ретінде таңдалды. Көшпенділер ойындары биыл Қырғызстанда өтеді және әртүрлі елден қатысушылар жиналады. Бағдарламаға спорттық, мәдени және ғылыми іс-шаралар кіреді. Қырғыздардың қар барысының таңдауы кездейсоқ емес. Бұл елдің табиғаты және мәдениетімен тығыз байланысты. Айта кетейік, көшпенділер ойындарының ашылуы Бішкектегі Бішкек арена стадионында өтеді. Негізгі іс-шаралар Ыстық көлде жоспарланған. Биыл ойынға 100-ден астам елден 3000-нан астам спортшы қатысады. Бағдарламаға этнос спорттың 43 түрі, сондай-ақ мәдени және ғылыми оқиғалар кіреді.
Кадрлық тағайындау. Алматы облысы әкімінің өкімімен Дәулет Шайытұрсын Алматы облысы балалар құқықтарын қорғау басқармасының басшысы болып тағайындалды. Аталмыш басқарма осы жылдың 11 наурызында мемлекет басшысының балаларды қорғау жүйесін күшейту жөніндегі тапсырмасына сәйкес құрылған. Дәулет Шайытұрсын 1988 жылы туған, білімі жоғары. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті, Тұран университетін менеджмент мамандықтары бойынша бітірген. Өткен жылдың наурызына дейін Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқарма басшысы, облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары лауазымдарында, кейіннен Қазақстан Республикасы үкіметі аппаратының өңірлік инспекторы болып еңбек еткен. Жаңа басшы аталмыш салада өзгерістер енгізеді деген үміттеміз. Өйткені балалар құқығын қорғауда шешімін таппаған өзекті мәселелер баршылық. Әсіресе уақытында алимент төлеуден қашып жүрген азаматтар да аз емес. Тек өткен жылдың 8 айында ғана Алматы облысы бойынша жауапқа тартылғандардан 3 миллиард теңгенің алименті өндірілді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Камераға өзін көрсетуден бас тартқан Алма жалғыз басты ана. 6 жылдан бері балаларын жалғыз өзі асырап келеді. Күйеуі отбасын тастап кеткенде балалары әлі кәмелетке де толмаған. Үлкені 14-те, ал кішісі небәрі 11 жаста болған. Сол күннен бастап бар жауапкершілік өз мойныма жүктелді, дейді кейіпкеріміз. Я боролась с этим. Я сначала 2 года ждала. Мен басында 2 жыл күттім, ешқайда жүгінбедім. Күйеуімді есін жиып қайтып келеді деп ойладым. Не дегенмен біз 15 жыл бірге өмір сүрдік, бірақ соған қарамастан ол оралмады. Тіпті балаларын да ұмытты, оларды мүлде іздемеді. Алғашқы 3 жылда балаларына ешқандай көмек ала алмаған ана шарасыздықтан сотқа жүгінуді шешкен. Әйтсе де айласын асырмақ болған әке айлық табысын небәрі 40 мың теңге деп көрсетіпті. Балаларының оқуы, қажет жарағын жалғыз өзі жабатын Алма бұл қаражаттың өзін экс жолдасы бірде берсе, бірде бермейді дейді. Менің үлкенім 20 жаста, кенжем 17-де, қызым ақылы бөлімде оқиды. Барлық шығын өз мойнымда. Заң бойынша әкесі оқу ақысын төлеуге міндетті, бірақ ол көмектеспейді де. Шынымды айтсам, сұрай беруден де шаршадым. Одан ер адам ретінде де, балаларымның әкесі ретінде де көңілім қалды. Балаларым бұрын оны жақсы көріп, күтетін. Қазір олар да әкелерін жек көреді. Алманың оқиғасы осындай жағдайлардың тек бірі ғана. Қазір Қазақстанда алимент өндіру бойынша жеке сот орындаушылардың қолында 285 мыңнан астам іс бар. Борышкерлердің басым бөлігі ер азаматтар. Олардың саны 300 мыңнан асқан. Ал баласына табысының бір бөлігін беруден мүлдем бас тартып отырғандардың саны 15 мыңнан асып кеткен. Жалпы ел бойынша алимент қарызының саны соңғы жылдары 18 миллиард теңгеге жетіп отыр. Соңғы жылдары бұл мәселе мәжілісте де жиі талқыланып жүр. Тіпті депутаттар арнайы алимент қорын құруды ұсынды. Олардың сөзінше, егер бала бірнеше ай алимент ала алмаса, онда қаражатты уақытша қор төлей алады. Бұл қаржы бюджеттен тыс айыппұл сынды түсімдерден бөлінбек. Мұндай тәжірибе Еуропа елдерінде сәтті жүзеге асырылып келе жатқан көрінеді. Ал біздің өңірде қандай шаралар жүзеге асып жатқанын анықтап көрдік. Осы 2025 жылдың қорытындысы бойынша 393 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 190 борышкер қамаққа алынды. Қалғандарына айыппұл салынды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабына сәйкес 1 тәуліктен 5 тәулікке дейін беріледі. Қазір Алматы облысында дәл осындай 20 мыңнан астам алимент өндіру бойынша іс сот орындаушылардың қолында. Соңғы жылдары борышкерлердің берешегі 8 миллиардтан асқан. Бұл әрекеттің жазасы қандай болмақ? Бірінші ретте оның банктық шоттарына бұғат қойылады. Мүлкі, егер мүлкі бар болатын болса, мүлкіне бұғат қойылады, мүлкінен өндіріліп алады. Қосымша уақытша Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға шектелінеді. Сонымен қатар жүргізуші куәлігін басқару құқығы уақытша тоқтатылады. Егер алимент бойынша 3 айдан астам берешегін өтемесе, сот орындаушы сотқа жүргізуші куәлігін құқығын тоқтату туралы арыз шағым береді.
Тағы бір айта кететін жайт, еркектер де алимент ала алады. Егер бала әкесімен қалса, аналар да ай сайын баласына табысының бір мөлшерін беріп тұруға міндетті. Қазақстанда алимент құны бала санына қарай ата-ананың айлық табысынан үлес түрінде анықталады. Бір балаға табыстың 4/1 бөлігі, 2 балаға 3/1 бөлігі, 3 немесе одан көп балаға табыстың жартысы төленеді. Егер табыс болмаса, алимент орташа айлық жалақы көлемінде есептеледі. Қазір бала құқықтарын күшейту бойынша түрлі шаралар қолға алынып жатыр. Шетелде жүрген ата-аналардан алимент өндіру жеңілдеп, сот шешімі өзге елдерде жеңіл орындалатын болды. Сенат отырысында балалардың құқығын қорғауға бағытталған халықаралық хаттама мақұлданды. Шетелде жүрген борышкерлер Қазақстанда қалған балаларына 47 миллион қарыз. Енді осы азаматтар өз еркімен алимент төлемесе, заң жүзінде өндіріп алуға болады. Шұғыла Баймұхан, Ерлан Әбжанов, апта маңызды. Қонаев қаласында таза Қазақстан аясында кең көлемді сенбілік ұйымдастырылып, 3000-ға жуық көшет отырғызылды. Игі шараға жергілікті тұрғындар, түрлі мекемелердің қызметкерлері мен еріктілер қатысты. Сенбілік кезінде 30.000-ға жуық адам 45 гектар аумақтан 12 тонна қоқыс жинап шығарды. Акция әлі де өз жалғасын табады. Жыл соңына дейін 20.000 көшет отырғызылады. Қонаев қаласында өткен Таза Қазақстан акциясына біздің тілшілерімізде куә болған еді. Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасы мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатыр. Мақсат тек аумақты қоқыстан тазарту емес, халықтың қоршаған ортаға деген экологиялық көзқарасын қалыптастыру. Бүгін біз игі дәстүрді жалғастырып акциясын одан әрі жүзеге асырамыз. Табиғатты қорғау баршамызға ортақ міндет, ал оны сақтау келешек алдындағы қасиетті борышымыз. Шаһарды көгалдандыру табиғи тепе-теңдікті сақтаудың төте жолы. Сондықтан отырғызылған әрбір тал өңір экологиясын жақсартуға қосылған үлкен үлес. Науқанның бастапқы кезеңінде отырғызылған 3000 түп көшеттің қатары бүгін тағы 700-ге толықты. Жауапты мамандар бұл жұмыстар алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасатынын айтады. Сенбіліктер мынау өздеріңіз білесіздер, күннің жылуына байланысты мынау наурыз айынан басталған болатын. Алдыңғы аптада біз 3000-дан аша ағаш отырғызсақ, бүгінгі күні енді мынау Қонаев қаласының ішінде төңірегінде 20.000-ға жуық ағаш отырғызамыз деген жоспарымыз бар. Енді бұл игі шара апта сайын жоспарлы түрде жұмысын жалғастыра береміз. Ағаш отырудан бөлек жаңағы сенбілік өткізу ол міндетті түрде болады. Бізде жаңа облыста таза бейсенбі күндері өткізіледі. Қысқаша айтқанда мынау жылдың қар түскенге дейінгі уақытқа аралығында бізде апта сайын сенбілік өткізілетін болады Алматы облысы бойынша. Қаланың жасыл желекке айналуына жауаптылар көшеттердің түріне де ерекше мән берген. Мына көктерек ағаштары алдағы уақытта тұрақты күтімге алынады. Бұл ретте арнайы мекеме қызметкерлері жас өскіндерді күнделікті суаратын болады. Оның аты көктерек, асина дейді. Бүгінгі сенбілікте 1000-нан адам қатысты, тұрғындар бар, мекеменің жұмысшылар бар. Бұл ағаштарды күнде суғарып, оның өсіп жасыл желекке айналуға атсалысамыз. Бүгін облыстың барлық өңірлерінде сенбілік жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Арықтар тазартылып, тұрмыстық қалдықтар шығарылуда. Ал Қонаев қаласында осы игі шара аясында 700-ге жуық көктерек ағашы отырғызылуда. Бұл іске түрлі басқармалардан 500-ге жуық адам жұмылдырылған. Мамандардың айтуынша бұл тек бастамасы ғана. Алдағы уақытта тағы 3000-ға жуық көшет егу жоспарланып отыр. Қала тұрғындары үшін бұл туған жерге деген жанашырлықтың көрінісі. Көпшілік бүгінгі еңбектің ертең жайқалған жасыл желекке айналатынына сенімді. Қолына күрек алған әрбір азамат қаланың көркеюіне өз үлесін қосуды қасиетті борышым деп санайды. Бүгінгі сенбілікке осы қаланың тұрғыны ретінде мен де атсалыстым, өте тамаша өтті. Бұл тауда болашаққа, әрине балаларға және осы ауылдың көркеюі ретінде болашақта көлеңке болу үшін ектігі жақсы болды. Бүгінгі сенбілік өте қатты ұнады. Облыс орталығына негізгі күш тек ағаш отырғызуға жұмылдырылды. Ал айналаны тазарту мен қоқыс шығару жұмыстары өңірдің өзге аудандарында қарқынды жүріп жатыр. Акция жыл соңына дейін жалғасатын болады. Жадыра Қуанышбек, Бекжан Кенжебай, апта маңызды үшін. Аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды.
Мен сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.